Өмірдегі ең бақытты адам сол. Кім есіне жаратқанды жия алса, күнә түгіл күмәнді істен ұялса, Раббысы үшін өз нәпсісін тия алса. Өмірдегі әділетті адам сол. Хақтан басқа күшке тізе бүкпесе, оттан, тастан, судан көмек күтпесе, жай намазда бойын күнде тіктесе. Өмірдегі ең ардақты адам сол. Раббысына амалымен ұнаса, керегін тек бір Алладан сұраса, сабыр етіп қиындыққа шыдаса. Бұл өмірде гүлденетін адам сол. Қолда барын кедейлермен бөліссе, мәз-майрам боп берген асын ел ішсе, керіспесе, туысымен келіссе. Бұл өмірде ең ақылды адам сол. 5 намазын қаза қылмай күндегі тахаджудпен өтіп жатса түндері. Жаратқаннан шын қорқатын адам сол. Өлім жайлы өңі қашып ойланса, көзіне жас, көңіліне қайғы алса, жүрек оның тек мешітке байланса. Дүниеде не жетеді осы бір? Алла жайлы ілім оқып білгенге, рақымына лайықты өмір сүргенге. Жәннат сонда нәсіп болмас кімдерге?